Ассалаумағалейкум достар, братжандар, жекежандар, қалайсыңдар? Жаңа бір донеркамызды, коламызды алып алып, енді бұйырса қала аралауға шығып бара жатырмын. Жалпы осылай бос уақытымда қаланы аралап жүрем. Қасыма бір шетін сушняк алып алып, қаланы араламын. Қаланың ішінде, болмаса қаланың шет жағасына барып деген сияқты солай шамалы серуендеп. Мына донерканы жарнамалап жатқан жоқ, өйткені олар маған жарнамаға ақша төлеген жоқ. Жалпы айтып жатқаным бұл. Если что, донеркалар құлақтарыңызға алтын сырға деп қоясың ғой жаңағы. Енді бірінші одан кейін шаруамыз айфонға USB зарядка аламыз. Өйткені мен проводым шамалы қиылып қалған екен, жасамай. Соған қазір бұйырса магазинге барып зарядка алатын боламыз. Енді скутерде жүргенде телефон ылғи жанып тұрады да, яғни блокировкаға салмаймын. Ылғи қосылып тұрады, еще интернет қосылып тұрады. Ол зарядта тез жейді да. Заряд тез отырады, соған байланысты зарядка қойып қоймасаң. Бұйырса зарядка алатын боламыз. Енді қаланың ішінде бірінші айналып көрем. Особо қатты бір не жоқ. Бір жерге барып жүру, бір жерге барып отыру деген сияқты. По факту көреміз ғой. По ходу көреміз ғой, то есть по факту. Вот это поворот! Аварийға жаққансың ғой. Ассалаумағалейкум. USB зарядкалары қаншадан? iPhone-дікі 3 в 1 бар ма? 3 в 1 жоқ. Мынау ма? Мынандай насырта. Все, рахмет. Жүрсей бір ашқадық боласың ұрыш. Үй бонға. Каспийдің жағасында жүрмін, теңіздің жағасында. Так, достар, братжандар, жекежандар, очень кеше дача жақта ГАИ тоқтатады ғой. Мопед оңға тұр дейді. Тұрам. Тұр сол жерде дейді. Заң бойынша, по-моему, 5 минут күтесің, содан кейін кете бересің. Егер қателеспесем. Яғни плюс-минус 5 минут тұрдым. Содан кейін артынан бардым, бірақ артынан таба алмайсың ғой 5 минуттан кейін. Прикол ұстап жүр ма, или басқа біреуді қуып кетті ма жолда. Как будто бір жолда недоношенный сияқты көре ма, шетке тұр деп та. Осы видеоны Руслан Жанпейсов, сосын жаңа Махамбетов па, Мейрамбек бауырларымыз көріп отырсыз. Жалпы қалай гаилер олай дөрекі сөйлей алады? Пәленше оңға тұр, бейт, сейт деп та. Соны адамгершілікпен айтуға болмай ма екен жалпы? Как будто бір Қазақстанның жолын сатып алып, солардың жолында тегін жүрген дейміз да. Айтылгенме қалды. Сара Балапан. Өзбекстаннан Сара Балапан. Мотосезонның ашылу видеосын көрдіңіздер ма? Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. YouTube каналда видеолар әлі бұйырса болады. Каналда алдағы уақытта кофрға повторителдерді қалай жасаған туралы видео болады. Сосын аварийканы қалай жасаған туралы видео болады бұйырса. Сосын крепленияны, камераның креплениясын жалпы шлемге қалай жабыстырған, яғни қалай шлемге камера орнатқан жайлы бұйырса видеолар болады. Енді алда уақытқа осы 3 видео бар. Бұйырса одан да басқа бөлек видеолар болады. Құдай қаласа. Сол үшін ютубта каналға тіркеліп, видеоларға лайк басып, колокольчикті басып қойыңыздар. Мына жерде крутой поворот бар. Мына бірінші полосам, екінші полоса қосылып көреді бір приколы. Сол үшін екінші полоса өтіп алайық. Мына жерде ұшып келе жатып, кіріп кетуі мүмкін ғой бордюрға. Мен доставщик емеспін. Скутерді жалпы өзім шаруаларыма осы былай қала ішінде жүріп тұруға алғам ғой. Менде жұмыс, өзімнің жұмысымда андай бір таңертең барып кешке барады деген сияқты жұмыс емес та. Аллаға шүкір, кәсіп қой енді, шағын кәсіп болса да, соған байланысты қалаған кезде біз қалаға шығып қыдырып келуге болады да, осылай скутер айдап болсын. Көбінесе мен осылай қала аралап жүрем. Сосын сходкелерге барам, қалмай баруға тырысам, өйткені сходкедегі адамдармен танысып деген сияқты. Жолда бір бұзылып қалса, соларға көмек беруге барып тұрам қолымыздан келгенше. Енді жалпы бұлай информация үшін айтып отқаным ғой, ондай бір мақтану емес. Поворот дем көрінбейді екен. Жылжитын поворот қойған ау деймін.
тақырыпқа келетін болсақ, жаңа айтып жатырмын ғой, 4852 пробег менде декабрьден бері. Міне ровно 6 ай болды, жарты жыл яғни. 6 жыл, ойбай, 6 айда 4800 пробег. Почти 5000 ғой енді. 5000 пробег дейтін нормально ма, или көп па, или аз ба? Ешқандай бір доставкаде, күні түні доставкаде жүрмеймін да, өйткені. Олай күні түні доставка жүретін болсаң, баяғыда 10 000 пробег болатын шығар бұл жарты жылдың ішінде. Мысалы кеше 2-3 күн айдаған жоқпын. 2-3 күн емес, 2 күн айдаған жоқпын. Оның алдында да бір 2-3 күн айдамай қалдым. Настроение болмаса айдамайым деген сияқты ғой. По настроению и шаруаға байланысты. Қойға бола ма екен өзі? Бір жетіп келмей ме екен? Окей. Кірге болмайды. Ойлап едім солай шығар деп. Басқа жерге баратын шығармыз онда бұйырса. Или сіздерге қаланың шетін көрсетейін ба? Екі орыс апам жаман қарады ғой. Шлемнің ішінде мынандай красавчик тұрғанын қайдан білсін деп өзің екі алып қойсаң да. Так, мен микрофонды бір ерінбей тексеріп жүрейінші, шығып тұр ма екен, шығып тұрған жоқ деген дауысы. Ата манадан бері мен контент түсіріп келе жатырмын, айтып келе жатырмын, сөйлеп келе жатырмын. Қазір тоқтап бұйырса тексеріп көрейін. Братжандар, жаңа осы жаққа келе жатқан кезде камераны бір қарап едім ғой, сөндіріп заряд алып тұр ма екен, жазып тұр ма екен деп. Сол кезде камераның петличкасын суырғаннан кейін қайттан қоспай қалыппын. Сол ана келе жатқан кезде айтқан біраз әңгімем далаға кетіп қалған. Бізде анау Риксус жақ қой, мынау Каспий теңізі, өздеріңіз білетіндей. Бұл влог, жалпы осы влог жайлы әңгіме қозғап едік, жаңағы видеоны петличка жазбай қалыпты, қосылмай қалғаннан кейін. Жалпы каналдың мақсаты, ашылғандағы мақсаты жалпы адамдарға, мототехникаға қызығатын адамдарға пайдалы болсын деп бір жағынан өзіме пайдалы болсын, өзімізге пайдалы болсын деген сияқты. Өйткені түрлі пайдалы видеолар салайық, ремонт жайлы болсын, тюнинг жайлы болсын деген сияқты да. Енді менде особо қатты тюнинг жоқ қой. Сосын негізгі мақсаттарының бірі, енді менің бала кезгі арманым демеймін, жалпы осы мототехника қызығып бастағалы өзім бір қалауым, бір арманым саяхаттауда. Бірінші осы Маңғыстаудың кең даласын саяхаттау, Маңғыстауда жетерлік барып қыдыратын, саяхаттайтын, путешествие жасайтын жерлер. Содан кейін Маңғыстауды болғаннан кейін бұйырса Қазақстанды жалпы саяхаттасау деген сияқты да. Мына Атырауға барып, Оралға,
Ақтөбеге жайлап шет жағадан Алматыға дейін барып деген сияқты көп қой Қазақстанда әдемі жерлер. Соның барлығын саяхаттар түсіріп, енді ондай жағдайға жеткен кезде Құдай қаласа каналымыз дамып кетеді деп ойлаймын, Алла бұйырса. Сол себепті алғашқы первооткрыватель ма қалай осы каналдың дамуына алғашқылардың бірі болып үлес қосып жатқан мына сіздер лайк басып қолдасаңыздар тіпті керемет болады. Енді ондай путешествие Маңғыстаудың жерін білесіздер ғой, енді шөл дала былай айтқан кезде. Ондай жерге енді мотоцикл керек, скутер көп жарай бермейді, өйткені оның реммен үзіліп кетуі мүмкін, ал мотоциклді цеп болғаннан кейін ол особо қатты үзіле бермейді да. Енді қазір мен даусым қалай шығып жатқанын білмеймін, өйткені дала жел, сол себепті мен қазір жай келе жатырмын, дала жел болған себепті. Давай. Ой, брат.